Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгінгі демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Біз Нұрайта екеуміз бүгін бауырсақ жасайын деп жатырмыз. Дысымнан көріп тұрған шығарсыздар, әдеттегідей үйге ғана емес, көп мөлшерде жасаймыз. Ең бірінші ыдысымызға мен бір ас қасықпен тұз, 1,5 ас қасық қант, 1 ас қасық дрожжи және 1 жұмыртқа қосып алдым. Міне жылы суымызбен, мен ең бірінші суды құямын. Осындай жылы суымызбен жұмсақ тестаны ысып қоятын боламыз. Және қыздар, лайфхакпен бөлісейін, тестаңыз жұмсақ және ыдысқа жабыспау үшін нанды илеп болғаннан кейін сұйық маймен, жай ғана сұйық майды қолыңызға жағып, тестаңызды осылай жағып қойыңыздар. Сонда тесто жұмсақ болады, әрі ыдысқа да жабыспайды. Қыздар, бізбен бірге өте дәмді бауырсақтарды бірге пісіріп көріңіздер. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі бауырсақ әр үйдің дастарханының сәні болмақ. Дәл осындай жеңіл дәмді тамақтарды менің YouTube арнамнан таба аласыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар.